Мына келіп жеткен Наурыз бұл өзі баяғы ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүріміздің бірі. Бұл Наурыз деген былайша айтқан кезде аталарымыз айтатын, Наурыз келгенде Самарқанның көк тасы жібейді деп. Ол енді көк тасын жібейтін біз білмейміз бала кезімізде. Дегенмен де бұл жақсылықтың нышаны. Наурыз келген кезде жер көгеріп, кәдімгі қыстан аман-есен шығып, халқымыз кішкене көкке жеттік, міне көктемге жеттік деп қуанып бір-бірлеріменен балаларымыз асыралып ойнап, жаңағы үлкен ақсақалдарымыздың бала кезімізде ауылымызда көшемізде ағып жатқан, таудан ағып жатқан бұлақты бәрімізді жинап алып барып, сол бұлақтың көзін аш деген баяғы аталарымыздың сөзін қолға алып, соларменен сол ақсақалдармен лесіп барып, жаңа бұлақтың көзін ашып, кәдімгідей бір керемет. Себебі сол бұлақтан өзімізде, малымызда бәрі де содан су ішіп отқаннан кейін соған кәдімгідей көңіл бөлетін. Сөйтіп, бір жағынан жастарымызды, балаларды кішкене тәрбиеге, имандылыққа, жаңағы сондай үйрету, ата дәстүр, тәрбие керемет. Осы жағына біздің қазақ аталарымыз көп көңіл бөлген. Лайым Наурызымызда осындай қуаныш болсын, бәріміз аман-есен болайық. Құдай тек қана жақсылыққа, еліміз тыныш болып, халқымыз тыныш болып, бір керемет жақсы өмір сүруге Құдай жазсын.